Асқабақ, қияр, қарбыз, қауын сынды бақша көкөністерінің туыстасы. Асқабақты жүйеге жарамды және техникалық биікке бөледі. Жер шарында бұл көкөністің ондаған түрі бар. Сіз бен біздің бақшамызда немесе аналарымыздың дәмді тағамдарынан көріп жүрген асқабақтың түсі сарғылт болғанмен жасыл, ақ, сары, қызыл, сұр түсті асқабақтар да бар екен. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіз естіп білмеген ақпарат барына сенемін, және біздің каналды 96% адам каналға жазылмай көреді екен. Сол себепті каналға жазылып, лайк басып белсенді болыңыздар. Асқабақтың шипалық қасиеттеріне тоқталсақ. Жүрек әлсіздігіне жүдегендерге ем ретінде қолданатын асқабақтың ішіндегі жұмсағын, яғни етін, дәрігерлер отқа күйген науқастарға жарасын таңуға кеңес береді. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға қан азықтан жаппай шегетіндері көмек бере алады. Құрамындағы жасанды талшықтың, судың және жасуықтың көп мөлшерінің арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таптырмас ем. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несепжаныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушылық қабынуға қарсы өте айдаш қасиеті және бар екені белгілі. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дерттерге дауа болады. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы. Айталық асқабақтарымен халық емінде жүрек қан тамыры ауруларын емдейтін білесіз бе? Одан басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезінде ауырлықты болдырмайды. Кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткергіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды. Жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымын ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруларының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақтан үзбей жейтіндерге бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс пен жеміс буға піскен қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінде кереметін пайдасы бар. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады және инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесіндегі қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдар мен цинк бар. Олар еркектердің ағзадағы темір деңгейін төмен түсіп кетуінің алдын алады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір қалпыңызға да кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғың келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамындағы L-аргинин заты ерлердегі тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді әрі ісігін қайтарады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні, өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегіндегі ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді.
Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Көңіл күйді көтереді. Асқабақтан жесеңіз, ағзадағы серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйкені жақсартып, миды тыныштандырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жеңсеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессте жүргендерге, үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береді. Ми жұмысын жақсартады. Асқабақ дәнектерінің құрамында триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотониннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізе алады. Дәнек бойындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа кетіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды басады. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Ішек үшін пайдалы. Дәнектердегі жасұнық ішек жұмысын белсендетіп босаталады. Іш қату қиындықтарына тап болатын оқырмандарымызға күнделікті тағамға асқабақ дәнектерін қосуға кеңес беретін болар едік. Жүкті әйелдерге. Жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнулары мен жақсы күреседі. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жиіркектіктің ең қиын кезектерін жеңе алады. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануын болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остеопороз ауруының алдын алады. Құрамы кальций мен магний мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуге ұмытпаңыз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.